Менің атым Қожа, қазақ балалар әдебиетінің інжу маржаны Бердібек Соқпақбаевтың жазған шығармасы. Бұл туынды қазақ әдебиетінің классикасы ретінде көптеген оқырманның есінде сақталған және қазақ киносының ең үздік шығармаларының біріне негіз болды. Қожа бейнесі тентек, бірақ жүрегі таза, шынайы бала. Ол оқырмандардың есінде мәңгі қалды. Осы шығарма мен оның кейіпкерлері туралы қызықты әрі тереңірек деректерді бірге таңдайық. Олай болса, лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап қойыңыздар. Менің атым Қожа шығармасы жартылай автобиографиялық туынды болып табылады. Яғни Қожаның көптеген оқиғалары мен мінез-құлықтары автордың балалық шағындағы өмірінен алынған. Бердібек Соқпақбаев өзі ауылда өскен және бала кезіндегі қиындықтар мен тентектіктерін жазу арқылы Қожа бейнесін жасаған. Ол өзінің балалық шағындағы терең өмірлік тәжірибелерін осы шығарма арқылы бөліскен. Қожаның толық есімі Қожаберген. Қазақ мәдениетінде Қожа сөзі қасиетті адамды, діндар тұлғаны немесе рухани жетекшіні білдіреді. Қожаның есімі кездейсоқ алынбаған, ол есім арқылы өзін ерекше сезінеді және осы есімнің артында үлкен жауапкершілік тұрғанын біледі. Бұл оның мінез-құлқындағы өзіндік ерекшеліктерге әсер ететін маңызды элементтердің бірі. 1963 жылы Менің атым Қожа көркем фильмі түсірілді. Бұл фильм қазақ киносының алтын қорына енген және кеңестік кезеңнің ең танымал балалар фильмдерінің бірі болып саналады. Фильмнің режиссері Абдолла Қарсақбаев. Қожа рөлі үшін арнайы кастинг өткізіліп, көп үміткерлердің арасынан Нұрлан Сегізбаев таңдалды. Оның табиғи актерлік қабілеті және Қожаның бейнесіне ұқсас мінезі бұл рөлді мінсіз орындауға мүмкіндік берді. Фильм Кеңес одағында да ғана емес, шетелде де жоғары бағаланып, үлкен жетістіктерге жетті. 1967 жылы Францияда өткен Канн кинофестивалінде фильм арнайы көрсетілімге шықты және балаларға арналған үздік фильм номинациясы бойынша жүлдеге ие болды. Бұл қазақ киносының әлемдік деңгейде мойындалуына себепкер болған алғашқы оқиғалардың бірі болатын. Қожа әр баланың өміріндегі таныс кейіпкер, оның мінез-құлқы мен әрекеттері көп балалардың басынан өткен. Мектептегі қызықты оқиғалар, ұстаздармен қарым-қатынас, достарымен бірге өткізген уақыттар бұл Қожаның өмірі арқылы бейнеленген шынайы көріністер. Әсіресе балалық шақтың қиындықтары мен қуаныштарын Қожаның өміріндегі жағдайлар арқылы көрсету автордың шеберлігінен туындаған. Оқырмандар өздерінің Қожа бейнесін таба алады және оның басынан өткен оқиғалар мен өз балалық шақтарын салыстырады. Менің атым Қожа шығармасы тек балалық шақ туралы қарапайым әңгіме емес, ол терең әлеуметтік мағынаға ие. Бұл шығарма арқылы автор балалар мен ересектерге өмірдегі шынайылықты, адамның ішкі әлеміндегі күрес пен әділдікке деген сенімін көрсетеді. Қожаның өміріндегі қиындықтары, балалық шақтағы моральдық таңдаулар мен құндылықтар туралы маңызды мәселелерді көтереді. Бұл шығарма балалар мен ересектерді терең ойларға жетелеп, әділеттілік пен шынайылыққа жету жолындағы күресті суреттейді. Қожа шығарманың соңында өзінің жасаған қателіктерін түсініп, өміріндегі өзгерістерге дайын екендігін танытады. Ол болашаққа үлкен үмітпен қарайды және жақсы адам болуға тырысады. Бұл оның мінез-құлқындағы өсу процесі. Қожа шығарманың басында тентек болса, соңына қарай өмірдегі маңызды құндылықтарды түсінетін, жауапкершілікке ие болуға тырысатын тұлғаға айналады. Менің атым Қожа шығармасы қазақ әдебиетінде үлкен орын алады. Ол балаларға арналған әдебиеттің маңызды шығармаларының бірі болып саналады және көптеген ұрпақтардың сүйікті кітабына айналды. Бұл шығарма арқылы қазақ балалар әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосылып, Қожа бейнесі қазақ мәдениетінде мәңгі сақталып қалды.